Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білдіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Әнұран авторлығынан Назарбаевтың аты-жөні алынып тасталама. Қошанов жауап берді. Бақ өкілдері мәжіліс спикері Ерлан Қошановтан әнұран авторлығынан экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі алынып тасталама деп сұрады деп хабарлайды Қаз365.kz. Дәл қазір бұл мәселе күн тәртібінде тұрған жоқ деп қысқа қайырды Қошанов. Назарбаев әнұран авторы болуға лайық па деген сұраққа енді кезінде сондай шешім қабылданды ғой деп жауап берді спикер. Ақорда сайтында жазылғандай, елдің дыбыстық рәмізінің танымалдығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал "Менің Қазақстаным" патриоттық әні таңдалды. Әнді Шамшы Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік гимн жоғары мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шырқалуы үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.